Барлықтарыңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен 22 наурызда дайындалатын женттің екі түрімен бөлісемін. Видеода көріп тұрғандарыңыздай, бірінші түрі шоколадтағы, екіншісі гүлдің формасындағы жент. Ең алдымен шоколадтағы женттің құрамын жасаймыз. Ол үшін тарының талқанына ерітілген сары майымызды құйып, жақсылап араластырып аламыз. Талқанға майымыз толығымен сіңу үшін ары қарай қолымызбен араластырамыз. Енді талқанымыз жақсы бірігу үшін оған біз аздап сгущенканы құйып, тағы да жақсылап араластырып аламыз. Енді талқанның дайын болғанын қолымызбен осылай ұстап көреміз. Келесі шоколадты ганашты дайындаймыз. Ол үшін осындай 100 грамм плиточный шоколад немесе плиточный шоколадтың орнына калибаут шоколадын қолдануға болады. Достар, мына шоколадты мен қазір ерітіп алам. Еріген шоколадқа аздап сұйық майымызды құйып аламыз да жақсылап араластырамыз. Дайын болған шоколадты осындай формаға қасықпен құйып шығамыз. Келесі формадағы шоколадтың үстіне дайындап қойған жентімізді формаға келтіре отырып салып шығамыз. Енді формадағы жентімізді морозильникке 1 сағатқа қоямыз. Енді женттің екінші түрін дайындаймыз. Ол үшін 250 грамм қызыл ірімшікке 150 грамм тарының талқанын саламыз. Және де 150 грамм алма печеньясын үгітіп саламыз да, оның үстіне 50-60 граммдай ерітілген сұйық майымызды құйып аламыз да, жақсылап араластырып аламыз. Женттің майы жақсылап сіңу үшін қолмен жақсылап араластырып аламыз. Достар, қызыл ірімшікте сгущенка қосылғандықтан мен сгущенка қоспаймын. Келесі мен осындай гүлді формамды дайындап аламын да, жаңағы дайын болған жентті салып шығамын. Дайын болған формадағы жентті 1 сағатқа морозильникке қоямыз. Достар, женттеріміз дайын. Мен морозильниктен алып шықтым. Қазір формадан алып көрсетемін. Енді женттерді әсемдейміз. Ол үшін осындай шоколадымызды үстіне иректеп құйып шығамыз. Келесі шоколадтағы жентіміз де дайын болды. Женттердің формасы үгітілмей өте жақсы болып шыққан. Енді қазір бұл женттің үстіне де осындай сұйық шоколадымызды иректеп құйып шығамыз. Достар, жентті өздеріңіздің фантазияларыңызға байланысты безендірулеріңізге болады. Міне достар, женттеріміз дайын. 22 наурызда қонақтарыңыздың алдына ұсынуға болады. Достар, Осы женттердің құрамын жасауға мен сіздерге кеңес беремін.
менің жұмысымды бағалап, маған лайк басып, маған тіркеле кетіңіздер.